Сәлеметсіздерме? Жалпы көп уақыттан бері видео түсірмедім. Бірақ деген тағы бір рет жалғастыруды ойластырып жатырмын. Сол енді жайлап деген әр күн немесе бірнеше деген күннің есебі, ондан кейін тағы деген Python'да деген сұрақтарды жалғастырайын деймін. Енді бүгінгі күннің есебіне келетін болсақ, бұл иераха және хайку деп аталады. Бұл сұрақ жалпы деген неден алынды? Adcoder деген бір сайттан алынды. Бұл сайтта көріп тұрғаныңыздай сұрақта деген сол бір нәрселер берілген. Енді біз сұрағымызды оқитын болсақ, иераха хайкуны деген тексеру керек. Яғни хайку деген жапон поэзиясында бір 5-7-5 деген схемаға ие бір поэма болып кетеді. Егер 5-7-5 буынды болса, онда yes, иә деп шығару керек. Болмаса no деп шығару керек. Енді бұл кодты мен деген жазуға бастағанда ең алғашқы рет 3 түрлі сан қабылдасам екен деп ойладым. Бұл да деген жалпы дұрыс. Егер сіз A, B, C дегендей 3 түрлі сан қабылдап бұны шешсеңіздер де болады. Бірақ мен тек қана A мен қабылдауды көрсетеміз сізге бүгін. Біз бір сөзді, яғни бір жазуды қабылдаймыз. Себебі мына жердегі әріп болғанымен де біз бұны жазу ретінде де қабылдай аламыз, білесіздер. Бұны деген енгізген кезімде, яғни мен бұл сөзді енгізген кезімде ішінде 2 дана 5 немесе 1 дана 7 болу керек. Яғни былайша айтқан кезімізде if count деген не екендігін білесіздер. Яғни бізге берілген бір жолдағы элементтерді есептейді. Егер 5 2 дана болса және 7 1 дана болса, онда не істей аламыз біз? Onda yes деп шығару керек. Егер бұндай болмаса, онда no деп шығару керек. Енді бұны сақтап, бірге жүргізіп көрейік. Қазір неге байланыспай тұр? Дәл осы кодты басқа бір жерде, яғни кодтың өзіне салып көрейік. Мына жерге мен жалпы бұл сұрақты алдын салып көргенім, қазір деген Python'да жасамай тұр. Өзіңіз салып көрсеңіздер болады. Мына жерден нені таңдаймыз? Біз әрине Python деген тіл таңдаймыз. Python 3.10 дейді. Не салып, ондан кейін басқан кезімізде бұл жерде қазір есептеліп тұр. Көргеніңізде, яғни қабылданды. Біздікі accepted, яғни барлық тесттерден өтті деген мағынаға келеді. Кодымыз болса, мына жерде өзіңізде бұны жазып, және деген тесттерді жазып, мына жерде мен тесттерді қойып кеттім төменде, сынақ 1, сынақ 2 деп. Бұл деген сынақтарды жазып, тексеріп көрсеңіздер де болады. Бүгінше видео осылай еді. Келесі видеоларды көріскенше қош сау болыңыздар.